мен өз атам ұлы отан соғысына қатысқан атам жайында айтқым келеді. Оның аты жөні Махметов Захи. Ол 1916 жылы Атырау облысы Қызылқоға ауданы Ойыл ауылдық советінде дүниеге келген. Жетімдікпен өскен ол жігіттік шағында Германия Советтер одағына соғыс жариялаған кезде жасы небәрі 25-те болатын. Сол кезде оны солдат ретінде қабылдайды. Соғысқа кіріспес бұрын оны атқыштар курсына оқытады. 2 ай атқыштар курсына оқытқаннан кейін ол Украина майданына соғысқа кіріседі. Жан беріп соғысқан шеберлігімен көзге түскен солдатты Сталинград шайқасының ортасына салады. Ол кездегі тәртіптің қатаңдығы сондай, бір адым да артқа шегінуге болмаған, тек қана алға деген бұйрықпен орындаған. Кейін ол Сталинград шайқасы кезінде ауыр жарақат алып қалады. Оның жауырынның жалға сүйегіне уатылып сынып кеткен екен. Сол 6 ай бойы гипсте емделіп, госпитальда жатып, емделгеннен кейін оны Беларусь майданына алады. Беларусь майданымен бірге ол Германияның Кёнигсберг қаласында 1945 жылы соғысы аяқтайды. Балтық округінде әскери борышын өтейді. Ол 1945-1946 жылдары әскери борышын өтеді. Кейін 1946 жылы елге оралғанда ол көптеген құжаттарын жоғалтып алады. Алайда кейбір құжаттар сақталған. Солардың бірі Балтық әскери округінің генералының қолынан жазылған алғыс хаты. Соғыс біткеннен кейін ол Балтық бойында Украина майданына, Сталинград шайқасында және Беларусь майданына соғысқан екінші топтағы мүгедек атанған атамыз соғыстан кейін халыққа адал қызмет етіп, адал еңбек еткен. Алдымызда ұлы жеңістің 75 жылдығы келе жатыр. Соған орай осы жеңіс үшін көптеген аталарымыз, әжелеріміз өздерінің жандарын қиған. Ендігі олардың көрген азаптарын ендігі ұрпақ көрмесін деп тілейміз. Назарларыңызға рахмет, жеңіс құтты болсын.